Сәлем баршаңызға. Бүгін ең оңай кекс дайындаймыз. Алдымен бізге керегі 2 жұмыртқамызға қанттың ұнтағын салып, жақсылап араластырамыз. Кейін жылы сүтімізді қосып, оған ерітілген сары майымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Кейін ұнымызды үстінен қопсытқышты қосып, барлығын үкіштен өткіземіз. Үкіштен өткізіп болған соң, венчиктің көмегімен массамызды біркелкі түйіршегі қалмайтындай етіп араластырамыз. Дайын болған массамызды 10 минутқа шетке қоямыз. Осы аралықта кез келген кекстің формаларын дайындап аламыз. Және дайын болған массамызды сол кекстің формаларына 2-3 ас қасықтап құйып шығамыз. Дайын болған кекстеріміздің үстінен миндальки немесе қалауыңызша мейіз, арахис қоссаңыз болады. Кекстерімізді қызып тұрған пеште 220 градуста 5 минут, одан кейін 180 градусқа түсіріп, 20-25 минут пісіріп аламыз. Кекстеріміз керемет үлпілдек болып пісіп шықты, дәмі де жақсы. Рецептім ұнаса, міндетті түрде лайк басыңыз, және каналымда сіз әрдайым қарапайым және қолжетімді рецепттер күнделікті көре аласыз. Каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Ас болсын!